Ағымдағы жылдың 22 сәуір күні Түркістан облысы Арыс-Шардара автожолында Chevrolet Cobalt автокөлігі мен КАМАЗ жүк көлігінің қатысуында жол көлік оқиғасы орын алды. Апат салдарынан жеңіл көліктің 3 жолаушысы оқиға орнында қайтыс болды. Chevrolet Cobalt жүргізушісі және тағы бір жолаушы медициналық мекемеге жеткізілді. Жүк көлігінің жүргізушісі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Алдын ала мәліметтер бойынша көлік басқарған жаттықтырушымен бірге кәмелетке толмаған спортшы жасөспірімдер Түркістан қаласына жарысқа жіберілген. Алайда кәмелетке толмағандарды тасымалдау бойынша уәкілетті мемлекеттік органдарға, оның ішінде полицияға хабарлама берілмеген. Қазіргі уақытта жол көлік оқиғасына байланысты барлық мән-жайларды анықтауға бағытталған қажетті іс-шаралар атқарылуда. Сондай-ақ балалардың өмірі мен денсаулығын қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Тергеу нәтижесімен қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешім қабылданатын болады. Тергеу мүддесіндегі өзге де ақпарат Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес жария етуге жатпайды. Өз кезегінде полиция азаматтарды жол ережелерін қатаң сақтауға және жолда мұқият болуға шақырады.